Өлеңдetip жібермін елдошжан. Балтырғы жылы көкпар беріп көктен баталған Қожа мына Әбдіжаппар осы елдің түлегі інімізде Құда қаласа міне бүгінгі тойда қуанышта. Жақсылар келгеннен кейін жадырап күнде шықты да өзі. Елдошжан жібер. Ассалаумағалейкум құрметті атбегілер. Ар сақтаған атбегілер мен ар сатпаған палуандарға бір дуғол қошемет білдіріп қойыңыздар. Қадырлағайын, бүгін енді Алатауының бөктерінен арнайы оразалы көкем ас беріп жатыр деп Жетісудан желіп келді бүгінгі көкпарға. Қазақ айтады ғой, жігіт бәйгеге шапса тақымы мықты болады, ал көкпарға шапса қатыны жүкті болады деген сөз бар қазақта. Астыңдағы атыңның ерін алма, терін ал, қойдыңдағы қатынның кегін алма, шерін ал дейді атам қазақ. Әр ұлт мінеді өзіне қолайлысын, нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін. Қазақтың тау жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарың бұлай тұрсын. Тізгінді бір жіберіп бірде тартып, жүрген жақсы жылқымен күнде шалқып, жіпқа мінген чиновник ченділерден, атқа мінген атбегілер мыңға сартық. Мінбеден жүр жылқыға мінбегендер, саясатта додаға кірмегендер, креслода отырып бастық болып жүр, ер тоқымға отырып көрмегендер, өмірдірік құйысқан ілмегендер, тартпа тартып үзеңгі кермегендер, ел тізгінін ұстап жүр біздің елде, жүгеннің не екенін білмегендер. Есім хан 6 жастан атқа мінген, содан соң халық қолдап таққа мінген, ат басына ие болған адам ғана жол көрсетіп алдыңға топта жүрген дейді. Алдыңға топта жүрген оразалы көкемнің асыға ұл болсын, той құтты болсын құрметті атбегілер. Көке мың жасаңыз. Алатаудан, Жетісудан жалын сәлем болсын. Екі тізгін болмаса, адам атты бұра алмас. Екі үзеңгі болмаса, адам атқа міне алмас. Егер тартпа болмаса, ат үстінде тұра алмас. Ал құйысқан болмаса, тау жотаң ашыға алмас. Өмірдірік болмаса, тау жотаңнан түс алмас. Қолыңда қамшы болмаса, адам атты ұра алмас. Ал ер тоқым болмаса, осындай бұйым құралмас. 6 жастан балаңыз ат үстіне мінбесе, 60 жасқа келгенде салт дәстүрден ұялмас, ұлтымды ертең туалмас дейді қолға. Сондықтан да шабан атқа мініп жылағанша, асау атқа мініп құлаған артық. Адамнан өмір сұрағанша, Алладан өлім сұраған артық. Астыңдағы атыңа арпа берсең алтынан жүрме, сұлу берсең артынан жүрме, бидай берсең бір күн мінбе дейді атам қазақ. Сондықтан да жылқы ұлтқа бөлінбейді, жігіт руға бөлінбейді, руға бөлінбей, ұлттық деңгейде жүрген оразалы көкемнің асыға бұлғап, той құтты болсын бұйырса. Ой, бәрекелді. Бадам Талғат мырзаның атыменен қайтуын Бекболат Шекербек.